Бұл Қытайдағы аз қазақпен шектелмейді. 3 миллион қазақты аз дейік. Ол ертең тұтас Қазақстанға келеді. Ұлыңды құл етеді, қызыңды күң етеді. Ол тұтас Орта Азияға келеді. Қырғызстаныңды ап деп Айдаһардың аузын жұта салады. 30 миллион өзбегің оған 30 тал қурайдай болмайды. Адамзат тарихындағы 1000 жылдық өркениеті бар Ташкент, Самарқан, Бұқара, Қиуа Қытайдың құмырсқасының илеуіне айналады. Ол Каспийдің ар жағындағы Әзербайжанды ол ап деп жұта салады. Себебі оның мұнайы тұр. Ол Орал тауына, ол Қапқазға желге мініп ұшқандай ұшып жетеді. Ол мұна тұрған тәжікті әлден құлдығына алып үлгірді. Бадақшанды тартып алды. Алтын кенін тартып алды. Түрікпенге олар саларларды жіберіп, сенің бауырың деп Қытай болып кеткен Қытайдың өзін салар деп жіберіп, оларда да жұмсақ күштерін жетілдіріп жатыр. Себебі ода газ тұр, мұнай тұр. Ол тұтас Орта Азияны, тұтас Түркияны алып болайын деді. Түркияның өзін күрттерге қару беріп, амалсыздан өзінің одақтасы жасап отыр. Маған көнбесең күртті қолдаймын деп отыр. Мемлекетті сақтап қалу үшін түрік бауырларымыз Қытаймен одақтасуға мәжбүр болып отыр. Себебі мемлекетті сақтап қалу керек оларға. Олар да шарасыз 4 миллион араб ол бағып отыр. Бүкіл әлемге Қытайдың қаупі келе жатыр. Сол Қытайдың қаупының бірінші шекарасында, сол Қытайдың батысқа қарай ағылатын бірінші шегінде біз тұрмыз. Қазақтар жығылған күні, қазақтар құлаған күні тұтас әлемге қара құмырсқа ағылады. Біз Құдай тағаланың осы Қытай тасқынын тосу үшін қағып кеткен қазығымыз. Кешегі Шыңғысхан қалың уақтың әскерін, қалың түріктің әскерін неге Қыши коридорына қағып кетті? Қарақытай түрік әлеміне бармасын деп. Міне содан Дуңған, Салар дейтін, Бауан дейтін қауым қалыптасты. Тұғжа қалыптасты. Сол Шыңғысхан көрегендігінен Қарақытай батысқа ақпасын деп қағып кеткен қалың әскери дивизия, әскери қосым болады. Соңғы қосым болып біз қалдық міне. Біз құлаған күні жер шар бітеді. Біз Қарасенің аузында тығым болып тұрмыз. Айдаһардың аузындағы тұрған тығым болып тұрмыз. Біз құлаған күні жер шары бітеді. Сондықтан қазақтар мықты болуға тиіспіз. Орыстар Орта Азияны жаулау үшін қазақтармен 300 жыл соғысты. Ташкентті 2 орыс кеп 2 мылтықпен алып алды. Біз бүкіл өзбегіңді де, қырғызыңды да, тәжігіңді де, түрікпеніңді де орыстан 3 ғасыр сақтап тұрған бізбіз. Кешегі Жоңғарыңды да бүкіл Еуропаңды сақтап қалған бізбіз. Құдай тағала бізді Орта Азияға бекер қойған жоқ. Кешегі Ескендірді Сақ даласынан қайтарған бізбіз. Кешегі Шыңғысхан болып бүкіл Еуропаңды жаулаған бізбіз. Кешегі бейбарыс болып арабыңның өзінде патшалық құрған бізбіз. Кешегі Мекке Мединеңді 6 ғасыр ұстаған бауырымыз міне. Ол бізбіз. Кеше Әл-Құдысты біз ұстап тұрғанда дүниеде Израиль деген ел жоқта жер шары тып-тыныш болатын. Ол бізбіз. Қалай біз құладық? Дүние солай былықты. Біз Құдай тағаланың жалпы жауыздарға, кәпірлерге қарсы қойып қойған қылышымыз. Біз айналамызда орысыңды да, мына тұрған адасқан парсыңды да, мына тұрған жауыз жоңғарыңды да, Қытайыңды да ұстап тұрған жалғыз қазықпыз. Ендеше сол қазықтың тірегі Қазақстан. Біз сауатты түрде жұмыс жасаймыз. Біз Қазақстанның заңын бүлдірмейміз, көшеге шықпаймыз. Ереуілге шықпаймыз, жат ниетті бүлдіргіш, көшеге шақырғыш, ереуілге шақырыш қауымдарға ілеспейміз. Заңды түрде қағазға арыз жазамыз.